Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біздің эфирімізде нелер, брусоктар, глиномелдар, получается, кудрявый Джимми, фламинго и чернушка. Бізде оның алдыңғы эфирімізде, яғни 3 жеңімпаз 1 килограммнан мел аламыз деп, мен бүгін таңдап, соларды айтатын боламын. Менің даусыма мән бермеңіздер, кішкене жаңағы орақ түскенде дей ма, сондай кезде аллергия болатын бар еді, сол үшін мән бермеңіздер. Так, бүгін біздің эфирімізде жеңімпаздар болған Зарина Айдарова 1 килограмм мел ұтып алды, құттықтаймыз. Және де Кудияр Гүлназ тоже 1 килограмм мел ұтып алды, құттықтаймыз. Және Қарлығаш Қаржаубаева тоже 1 килограмм мел ұтып алды. Мен сіздерді құттықтаймын. Маған кері сөзге шығып, индекс адрестеріңізді, толық ат-жөндеріңізді жазып жіберсеңіздер болады. Дүйсенбі күні мен сіздерге салып жіберемін. Және де тағы бір айтатын жаңалық, ойлап жатыр, менде тоже глиналар көбейіп қалды. 2 адамға 1 килограммнан глина берсем ба деген ойым бар. То же самое осы ненің астына кім именно глина алғысы келеді, глина жегісі келеді, солар өтініш жазып өтсеңіздер деймін. Түрлері көп, әрбір түрлерінен салып жібере аламын. Уйгурская да бар, басқасы да бар, жаңағы российскийлер де бар, уральский да бар. Әртүрлерін араластырып салып жібере аламын. То, что есть, бірақ көп менде түрлері, соларды араластырып салып жіберемін. Ал бүгінгі эфирімізді бастайық. Глиномелдарды дәмін көрейік. Бізде бірінші чернушка, чередейка, астана и коли мел қосылды. Түсі ақшылдау, әртүрлі цветінен әдейі алдым. Бір серый, бір розовый и ақшылдау. 3 түрінен эфир түсірейін деп шештім. Дәмін көрейік. Сливочный вкус бар, жирность тоже бар. Очень плотный, средний хруст. Дәмі әдемі, приятный. Әдемі ұнады. Ал бізде енді розовый фламинго кезекте тұрған. Осы розоватый цвет өзі қызғыштау келген. Так, розовый житсай қосылған и мел. Так, дәмін көреміз. Достаточно котлау, хрустящий. Дәмі жаңа сливочный бар, жирность та бар, меловой вкус та бар. Соңында уже қоюланып кетеді екен. Прям ана болады ғой, паста жеп отқан сияқты да, басында хруститеді и соңында уже қою болып кетеді. Тез резко да. В целом өте жақсы.
Енді бізде кудрявый Джимми трещиндар бар, если заметно. Дәмі жағынан қазір көреміз енді. Чередейка уральская мел қосылған. Негізі чередейканың дәмі өте жақсы. Бірақ слишком қатты демесек, прям дәмі отличается мынаның ішінде. Басқаша болып та прям. Такой сливочный вкус. Какой-то нежность беріп тұрған сияқты, да? Ең қатты ұнаған осы болды. Басында кішкене түрінен не істеген, андай трещин болып не істегенде. Не очень шығады. На самом деле өте дәмді екен. Қатты ұнады. Такой вкусный екен. Кудрявый Джимми. Қатты ұнады. Хруст та бар, вкус та бар. Жирность та бар. Чуть-чуть соленость та бар. Прям такой идеальный, прям. Маған ұнап отыр. Прям дәмді. Мен сондай әдетім бар, бірдеңке ұнаса до конца жеп соны. Мен чередейканы бір рет қана заказ бердім. И то онша жей алмадым, шынын айтсам. Жедім, точнее, бірақ андай сыйлау жеріме бірдеңке алдым. Андай анда-санда можно хрустеть, бірақ анда былайынан ежедневныйға ол маған келмеді. Өте қатты, тіске шайнау өте неприятно болды, шынын айтсам. Андай как пластинкалар сияқты, андай. Странно, но бірақ та дәмі жағынан енді керемет ол. 100% өте дәмді десем болады. Сливочный да бар, жирность та бар, басқасы да бар. Дәмі енді супер.
өзім үйреніп қалған түркістандарын жеймін постоянно, розбезбечканы жеймін. Сол өзіме эфир өте қатты ұнады. Ең қатты осыған осы кудрявый Джимми, одан кейін чернушка, потом бар фламинго. Ал бүгінгі жеңімпаздар Зарина Айдарова, Кудер Гүлназ, Қарлығаш Қаржаубаева. Өтініш маған кері связьға шығып, өздеріңіздің мекен-жай индекстеріңізді толық аты-жөндеріңізді жазып жіберсеңіздер болады. Ал келесі эфирде кездескенше сау саламат болыңыздар. Пока-пока.